Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге осындай керемет десерттің рецептісін ұсынатын боламын. Орысша заварные колечки деп аталады. Бұл десерт өте дәмді, өте нәзік болып келеді. Сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Сол себепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Айта кетерлік бір жайт, менің сәтті рецептерімді жіберіп алмас үшін астына өтіп тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бізге сары май қажет. Мен 90 грамм сары май алдым. 150 мл сүт пен 150 мл су қажет, яғни 50-50 болады. Оны біз газға қоямыз, орташа отқа. Және де 140 грамм ұн қажет. 140 грамм ұнымызға бір шай қасық қосытқыш қосып, електен міндетті түрде өткізіп, газдағы массамызға қосатын боламыз. Міндетті түрде үзбей араластырып тұрамыз. Міне осындай қамыр шығады. Үзбей араластырып тұрдық. Осындай қамырға айналды. Енді оны газдан алып, басқа ыдысқа салып, суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Менде 2 жұмыртқаның сарысы қалған еді. Негізі сіздер кәдімгі белоктан ажыратпай, ақ уызымен бірге қоса берсеңіздер болады жұмыртқаны. Мен осы 2 сары жұмыртқамен тағы да 2 жұмыртқа қосатын боламын. Яғни бізге 4 жұмыртқа қажет. Оны біз барынша миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамызды кезек-кезек салатын боламыз. 2 жұмыртқа салдым. Енді тағы да 1 жұмыртқаны салып миксерлейтін боламын. Қараңыздар, осындай массаға айналды. Енді оны арнайы мешокқа салып, арнайы насадкасы арқылы осындай колечко жасаймыз. Мен эксперимент ретінде жүрек формасында жасап көрген болатынмын. 1-2 данасын, бірақ олай шықпайды. Жүрек формасында жасамаңыздар. Ең дұрысы осылай дөңгелетіп, сақина формасында жасау керек. Себебі жүрек формасында жасасаңыздар, ол піскен кезде тестосы кішкене отырып қалады. Менде негізі 14 дана шықты. Енді осы тұрған бойында бірден қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Сақиналарымыз пісті. Қараңыздар, енді осылай қақ ортасынан пышақпен бөліп шығамыз. Барлығын өстіп бөліп шығамыз. Креміне мен кәдімгі қаймақ қолданатын боламын. Ол қаймаққа мен 100 грамм сахарный пудра қостым, немесе қантпен араластырып қоссаңыздар да болады. Барлығын осылай ортасына жағып, біріктіріп шығамыз. Дәл осы қаймақпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Себебі нәзік болып шығады, дәмі де керемет болып шығады. Бетіне сахарный пудра сеуіп қойдым. Мен кивимен әрлеп қойдым, бірақ бұл міндетті емес, онсыз да дәмді шығады. Ал десертіміз дайын, барлығымызға ас болсын. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз ой-пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.